Оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз безе қисықтарын және түсу сызықтарын салу құралымен танысамыз. Безе батырмасын басқан кезде, яғни құралын басқан кезде жоғары жақта 5 негізгі қосымша батырмаларын байқаймыз. Ол біріншісі безе қисығын салу, яғни қандай да бір салып бастаған кезде біз соңғы нүктемізді бастапқы нүктесімен теңестіруіміз керек. Сонда бізде қандай да бір фигура пайда болады. Екіншісі спиро қисығын салу. Ода бастапқы нүктеден алып отыра доға, дөңгелек, кез келген спиралдарды салуымызға болады. Бастапқы нүктеге апарып теңестіреміз. Сонда біз өзімізге қажетті қандай да бір бейнені аламыз. Үшінші сплайн қисығын салу. Ода бастапқы нүктені аламыз да сызықтарды, яғни доға сияқты әртүрлі нүктелермен байланыстыра отырып, бастапқы нүктемізге келтіреміз. Соңында өзімізге қажетті белгілі бір фигураны аламыз. Келесі төртінші бұл кез келген бағытта түзу сызық салу. Ол үшін бірінші бастапқы нүктені аламыз да өзіміз неше бұрыштан фигура салғымыз келеді, солай сызықтарды сызу арқылы фигуралар сызамыз, сызықтар саламыз, жолдар сызамыз және бастапқы нүктеге теңестіреміз. Сол кезде біздің фигурамыз пайда болатын болады, өзімізге қажет. Одан кейін соңғысы бұл көлденең және тік сызықтарды салу. Қандай да бір сызық салған кезде бастапқы нүктесімен жүргізе отырып, сол нүктені жүргізгеннен кейін соңғы нүктемізді сол бастапқы нүктемен байланыстырамыз. Сол кезде біздің салу керек жұмысымыз аяқталып нәтижесіне жететін болады. Біз 5 батырмамен қалай жұмыс жасау керектігін көрсеттім. Енді сіздерге гүл салуды көрсетейін. Ол үшін бізге бірінші фигураларды келтіріп алайық. Одан кейін бізге спиро қисығы қажет. Бірінші безені белгілеп аламыз. Спиро қисығын аламыз да бастапқы нүктені ала отырып, міне жатырмыз. Келесі бізде осының сабақтарын салып алғаннан кейін оларды біз ерекшелеген кезде 90 градусқа, 100 градусқа және сонымен қатар 2 рет шерту арқылы сәл бұруымызға болады. Гүлдің сабақтарын орналастырып болғаннан кейін біз келесі безе құралын пайдаланып сплайнмен енді сабағын салатын боламыз. Ол үшін жай ғана линия бойымен жүріп өтеміз және бастапқы нүктеге әкеліп түйістіреміз. Сол кезде міне біздің сабағымыз пайда болды. Оны жасыл түске бояймыз да гүліміздің орналастырамыз сабағын. Енді бізге жапырақтарын салу қажет. Ол үшін қайтадан безе құралын пайдаланып келесісін саламыз, тағы бір жапырағын. Осылай біздің гүліміз дайын болды. Гүлімізді группировка жасалайық, түгелдей ерекшелеп ерекшеленген гүлімізді бір орыннан екінші орынға қозғалтуымызға және ол гүліміздің көшірмесін алуымызға
ерекшеленіп тұрған гүлімізді 90 градусқа бұра аламыз.